Сәлем достар. Екі фантуралы 5 классы Silver Reed 280 де SRP 60 маркалы тоқыма машинасын құрастырамыз. Ол үшін столдың беті тегіс қозғалмайтын мықты болғаны дұрыс. Енді негізгі фантураның төменгі жағын қаратып қоямыз. Ақырын столдың үстіне қойып, струбницамен ұяшыққа кіргіземіз. Және струбницаны кішкене өзімізге тартыңқырап тұрып бұрай бастаймыз. Бұрағанда қолмен бұраған дұрыс. Ешқандай плоскогубцы, басқа инструменттің қажеті жоқ. Бірақ қатты болып тұратындай қылып қолмен бұраған дұрыс. Енді екінші жағында солай струбциямен қатайтып бұрап қоямыз. Ұяшыққа салып бұрап қоямыз. Мына машинаны жаңадан алғанда инструкциясы бәрі болады. Және де осы тоқыма машина үшін осынша құрал-жабдықтары бәрі болады. Солардың бәрінен қазір құрап машинаны столға орнатамыз. Өзінің қобдишасы бар, оның үстінде барлық инструменттер бар. Тоқуға жарайтын, тоқуға қажетті заттардың бәрі бар. Струбницаны құрап біткеннен кейін қайтадан бет жағына аударамыз. Және жаңағы бұралған струбницаны столдың бетіне бұрандасымен бұрап қатайтып қоямыз. R әрпімен тұрған жағы оң жағы болады. L әрпімен тұрған жағы сол жағындағы, осылай видеода көрінгеніндей орнына орналастырамыз. Және де бұрандасын жаймен ғана бұрап қоямыз. Қатты бұрамаймыз, себебі ол шамалы бос болып тұру керек. Мына жерде R әрпімен тұрып, оң жақтағы ұяшыққа саламыз. Осылай орналастырамыз. Шурупын жаймен ғана бұрап қоямыз. Түсіп кетпейтіндей қылып, қатты тартпаймыз, қатты баспаймыз. Себебі қазір ол жерге екінші фантураның енгізуіміз керек. Бұл жерде де бұранданы қатты бұрамаймыз, жаймен шығып кетпейтіндей қана бос қылып қоя саламыз.
Енді қосымша екінші СРП 60 фантураны құру үшін мына пластинаны, темір пластинаны ұяшыққа кіргіземіз. Және осы ұяшыққа кіргізгеннен кейін мына екінші фактура, қосымша фактура қозғалып тұрады. Себебі екінші жағына оңай кіргізу үшін. Мына жерде екінші жағына ұяшыққа кіргіздік. Қосымша екінші фактура орнаттық. Ақырын астынан ұстап тұруымыз керек. Енді бұрандалардың бәрін қатайтып енді фантуралардың арасы қалай қосылғанын білу үшін мына кілтпен екі жақ шетіндегі 8 пен 9 цифраларының ортасына осылай кіргізіп көреміз. Емін-еркін кірсе дұрыс құралды деген сөз. Фантуралардың ортасына кілтті салғанда емін-еркін осылай қозғалып тұрады. Бұл да дұрыс, себебі ортасы сондай ойық келеді. Рычаг P5-те тұр. Енді екі фантураның арасындағы инелердің қадамдарын көруіміз керек. Инелерін былай тексереміз. Екі фантурадағы инелерді бір-біріне жақындатамыз. Бұл жерде көрініп тұрғандағыдай олар бір-бірімен түйісіп тұру керек P5-те. Мінекей. Бір-бірімен түйісіп тұр. Сондықтан дұрыс жасағанымыз. Енді H5-ті жылжытамыз. Бұл жерде қазір инелерді бір-біріне бүйтіп жылжытқанда екі фантура арасындағы инелер шахматтағыдай бір-біріне түйіспей қайшыланып тұру керек. Мінекей. Шахматтағыдай бір-біріне айқасып тұрады. Яғни бұл да дұрыс құрғанымыз. Енді жіп кергішті орнатамыз тоқыма машинамызға. Ол міне ручкасы тұрған жерде екі ұяшық бар. Соның кез келгеніне қоюға болады. Сонда жіп кергішті осы жерге қадаймыз.
мына жерде көк кнопканы жоғары көтерілсе, фантураны жоғары қарай көтереміз деген сөз. Ал егер төмен түсірсек, ана фантураны төмен қарай түсіреміз. Қызыл кнопканы баса отырып. Енді каретканы қойып, жолдарына салып, тексеріп көреміз. Енді екінші фантурамен де жұмыс істеу үшін мына кареткаға екінші фантураның кареткасын жалғастыратын қанатын бұрап қойып аламыз. Енді мынау екінші фантураның кареткасын жолға қоямыз. Өзі жігімен өзі түсе қалады. Енді осы каретканы қанатына ана ойық тұрған жерге шырт еткізіп қондырамыз. Енді осы каретканы былай жылжытамыз. Енді екінші фантурада каретканы алу үшін қанатындағы ақ кнопочканы оңға қарай тартамыз. Содан кейін каретадан қанатын да босатып аламыз. Мынау счетчик. Бәрін нөлге келтіріп аламыз. Енді каретаны ары бері жылжытып көреміз. Сонда қанша қатар тоқылғаны көрініп тұрады. Енді негізгі фантурамен қосымша фантураның арасын ашуымыз керек. Ол үшін төмен қарай көк кнопканы баса отырып, қызылды баса отырып, төмен қарай түсіреміз. Енді негізгі фантураға кареткасына қанатын жалғастырамыз. Бұрандамен бұрап. Ине салатын жері, жіп салатын жері. Жіп саларда бүйтіп қайырып қою керек. Енді жолға жүргізіп көреміз.
ал мына құрылғысы перфокартаға арналған.